Армысыздар, құрметті менің оқырмандарым, құрметті YouTube оқырмандарым. Бүгін қозғайын деп отырған тақырыбым импотенция, яғни жыныс мүшенің әлсіздігі, эректильді дисфункция дейміз медицина тілінде. Осыған тоқталып кететін боламын. Не себепті ол болады, және де оның қандай тексеру жолдары бар, қалай емдеуге болады, осы тақырыпты қозғаймыз. Олай болса, мынау жыныс мүшенің әлсіз болуы, яғни импотенцияның белсіздік, қазірше айтқан кезде белсіздіктің болу себептері. Ол екі жағдайға бөлінеді. Біріншісі психогенді, екіншісі органикалық жолға байланысты бөлінеді. Психогенді дегеніміз әртүрлі қабыну ауруларынан кесірінен, қан тамырлардың бұзылуына байланысты, стресстік жағдайларға байланысты, әртүрлі жыныстық аурулардың асқынуларына байланысты, қозғалыстың дұрыс болмауына байланысты факторлардың әсері, қуық безінен суық өту, зар жолдарының қан айналымының төмендеуіне байланысты кездесетін жағдай. Бұл психогенді түрі. Екінші бұл органикалық. Органикалық дегеніміз, яғни бір органның зақымдануына байланысты. Яғни бұл болуы мүмкін қуық асты безімен байланысты, мүмкін жүректің ақауына байланысты болуы мүмкін. Бұл қант диабетіне байланысты болуы мүмкін. Бұл мидың қан тамырларының бұзылуына байланысты болуы мүмкін. Ағзадағы бір органов мишени, яғни осы еркектің қабілетін төмендететін бір органның зақымдануына байланысты туындайтын эректильді дисфункцияның осы түрі, яғни органикалық деп аталады. Яғни бұл жағдайларға келетін болсақ, психогенді эректильді дисфункцияның емі, тексерілуі қазір уақытта оңай. Яғни бұны анықтауға арнайы анализді тапсыруға болады, УЗИ түсіруге болады, қан өткізуге болады, гормондар тексеру арқылы бұл аурудың түрін анықтаймыз. Органикалық түріне байланысты айтатын болсам, бұл органикалық бір органның зақымдануы. Мысалы айтатын болсақ, бір кісі инсульт алғаннан кейін жыныс мүшесі істемей қалды. Өйткені бір орган зақымданды, қан тамырдың жарылуы болды ма, мүмкін ол қанның баруы қиындады ма. Мысалы, ол мидың орталығында болатын болса, ол да еркектің памятіне әсер етті. Мидың орталығындағы гормондарды бөлетін орталыққа әсер етті ма, қан қысымын көтеретін препараттарды қабылдап жиі жүріп, соның кесірі әсер етті ма. Әрине ол диагностика мақсатында анықталады. Екінші түріне байланысты инфаркт алғаннан кейін болуы мүмкін. Бір органда зақымданып, травма алғаннан кейін болуы мүмкін. Белден зақымданды, нерв жүйесі зақымданды, жыныс мүшесі істемей қалды. Мысалы, осы органдардың зақымдануы осы эректильді дисфункцияға алып келіп жатыр. Олай болса, белсіздік, эректильді дисфункция, импотенция үшеуі бір термин болып табылады. Ол белсіздіктің тексеру жоспары. Әрине, егерде қанның қоюлап болатын болса, қанның серотонин тексеру керек. Одан кейін гормондар деңгейін тексеру керек. Оның ішінде тестостерон, пролактин, ФСГ, ЛГ, кортизол, ДГА, тестостеронның жалпы түрі, жекеленген түрлері бар. Осы гормондық жүйеге байланысты тексеру. Сонымен қуық жолдарындағы ақаулар болатын болса, бұл ультрадыбыстық зерттеу, қуық асты безі, еннің, жыныс мүшенің қуық жолдарын тексеру арқылы бұл ауруды анықтауға болады. Енді органикалық түрлерінде болатын болса, көп жағдайларда психогендік түрі жиі кездеседі, органикалық түрі сирек кездеседі. Көп жағдайларда психогенді түрі бұл көбінесе жастардың арасында жиі кездеседі. Органикалық түрі көбінесе жасы ұлғайған кісілердің, жасы 50-ден кейін, 70-ден кейінгі кісілер, 60-тан кейін кісілерде осы органикалық түр кездесіп жатыр. Енді олардың тексеру әдістерін айтып кеттім. Енді бұлардың еміне келетін болсақ, психогендік түрін емдеу жеңілдеу, өйткені бұл факторлардың әсеріне байланысты қалпына келтіретін болса, жас организмнің қайта қалпына келуі оңай. Бұл қабыну болса, қабыну демдейтін болса, қан қоюлайтын болса, қан қоюлайтын реттейтін болса, аурулардың алдын алып, соны емдейтін болса, жылдам қалпына келтіруге болады. Ал енді органикалық жүйесі өте қиын деп айтсақ, өйткені бұл органның зақымдануына байланысты туындап тұрғаннан кейін, мысалы айтатын болсақ, қант диабетімен ауырды, тамырлардың, мүшеге келетін тамырлардан қысылып қалуы, қанның мүшеге толыққанды толмауынан, притоктың, яғни бұзылуы, вена окклюзиондық механизмнің бұзылуына байланысты бұл кісілерде өкінішке орай нәтиже болмай жатады емнен. Неге? Өйткені қанмен, қан тамырдың бойымен қан мүшеге толмайды. Сол мақсатта бұл кісілерде көп жағдайда операция жасатып жатады. Өйткені бұл қан тамырлар қанша жылдан бері бітеліп қалды. Сол жерде әрине асқынулар өкінішке орай нәтиже бермей жатады. Әрине бұл мақсатта операциялық жүгінген кезде протездерді қолданып жатады. Сол сияқты мынау еркектің қабілетін көтеретін препараттарды жиі қолданып жатады. Соған байланысты айта кететінім, әрине бұл екі жағдайда да болдырмас үшін
біз әрқашанда өз денсаулығымызға көңіл бөлуіміз керек. Дұрыс тамақтануымыз, таза ауамен тыныс алуымыз, және ұйқымыздың дұрыс болуы, стресс жағдайларды болдырмау. Сонымен қатар әрине біз жылына бір мәрте өзіміздің денсаулығымызға вложение жасап тұруымыз керек. Яғни өз денсаулығымызға қарап тұруымыз керек. Ал сіз жылына бір рет қанша өзіңіз денсаулығыңызға қаржы жұмсайсыз? Астына пікір қалдырып кетіңіз. Бүгінгі видео ұнаған болса, лайк басыңыздар, біздің парақшаға тіркеліп кетіңіздер.